Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін осындай жареный пельмень, яғни қуырылған чпара дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен начинкамызды дайындап аламыз. Бұл жерде тазартылған картопты суға салып, газге қоямыз, піскенше күтеміз. Келесі туралған пиязымызды сұйық майымызға қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Қамырымызға кірісеміз, ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, оның үстінен ерітілген сары майымызды құйып, дәміне қарай тұз салып, кішкене ас содасын салып, жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Келесі електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Содан соң барлығын қолдың көмегімен осылай жинақтайтын боламыз. Бұл жерде әркімнің ұны әртүрлі болып келеді. Біреуге көп, біреуге аз кетеді. Келесі міне қамырымыз дайын. 20 минутқа демалғанша қойып қоямыз. Начинкамызды дайындайтын боламыз. Піскен картоптың үстіне қуырылған пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, барлығын жақсылап вилканың көмегімен езіп алдым. Начинкамыз дайын. Енді қамырға кірісетін боламыз. Қамырымызды ұн себе отыра жақсылап жайып алатын боламыз. Тестамыз бұл жерде біздің, яғни қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Осылай кесіп, өзіме ыңғайлы етіп алдым. Бұл жерде құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Міне осындай өзіме ыңғайлы төртбұрыш формада кесіп алдым, орташа көлемде. Содан соң начинкамыз салып, пельменіміздің барлығын түйіп шығатын боламыз. Міне дайын. Енді қызып тұрған сұйық майға жақсылап екі бетін аунатып, қызарғанша піскенше қуырып алдым. Міне біздің пельмендеріміз дайын. Өте дәмді, қытырлақ болып шықты. Үйде жасап көрсеңіздер болады. Видео рецепт ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.